Омыртқа грыжасының туындау себебі ол бүйрек фильтріміздің ластанып, қызметі нашарлағандықтан керек емес сыртқа шығару керек заттарды омыртқа аралық дисктерге жіберуі. Лас қалдықтар бүгіліп жазылатын жерлерге буындарға шөгеді. Ластанған шеміршектерге кальций және су жетіспей бастайды. Грыжа бұл остеохондроздың соңғы стадиясы. Бел омыртқа аурулары, радикулит, қабыну, қажалу болып жалғасады. Тағы бір айта кететін жағдай, ауыр көтергенде тізені бүгіп көтеру керектігін ешкім үйретпейді. Оқыс қимылдан да шеміршек сыртқа шығып кетіп, грыжа боламыз. Батыс медицинасында дереу операцияға ұсынады. Ол 50-50, 3-тің бірі тұрмай қалады. Тіпті кедергі беріп тұрған шеміршекті шайналған алып тастаған жағдайда 2 омыртқа біреу болып қалады. Ал біздің шығыс медицинамызда комплексті емделу арқылы операциясыз грыжадан түбегейлі айығуға болады. Сондықтан туындау себебі бүйрегімізді қоса емдеп, тазарыну шайларын, нәрлендіретін дәрумендерді, шайналған шеміршекті қалпына келтіретін биофотонды киімдерді және қалпына келген шеміршекті қатайтып, қозғалысын жақсартатын кальций және коллагенді пайдаланып, грыжадан толық айыға отырып, денсаулығымызды қалпына келтіреміз.